Сәлем баршаңызға. Біз аяғы мен қолын тоқып болдық. Енді денесін тоқуға кірісетін боламыз. Осы көйлегіммен бірге қосып тоқимын деп шештім. Сондықтан қызыл түсті жіпті алып тоқыдым. Көйлегін денесімен бірге қосып тоқуға да болады, бөлек тоқуға да болады. Бірінші осы сары түсті жібімізбен тоқып аламыз, яғни денесін бастаймыз. Әрдайымғыдай кольцо алып аламыз, қолымызға осылай орап. Столбик іліп шығамыз. Алты. Осылай. Болса, кольцоларыңыз дұрыс алынбаған болады. Оны алдыңғы видеода да айтып кеткен болатын. Енді қосып аламыз. Ауада 2 рет көтереміз. Жібін осы жерде жақсылап байлап кетейік. Әр алғанына столбик 6 алып алдық қой. Енді әр қайсысынан 2 алып шығамыз. 2 столбик алып шығамыз. 12 шығу керек. Жеті. Он. 11. 12. Аяқталды. Енді үшінші қатар бізде 18 столбик алуымыз керек. Яғни бұл қатарда да, әр қатарда 6 столбик қосылып отырады. 18 шығу үшін біз бірінші столбигімізден 2 рет ілеміз. Келесі столбик бір рет аламыз. Яғни через. Бірінші столбиктен 1 рет аламыз. Екінші столбиктен 2 рет. Міне, дәл солай кете береді. Біреуін 2 рет, келесісін 1 рет. Міне. Екі рет ілеміз. Тағы да 1 рет ілеміз. Келесі столбигімізден 1 рет. Бір рет ілеміз. Бір рет ілеміз. Аяғын тоқыдыдар, сол сияқты кете береді. Міне, үшінші қатардан 18 шығу керек. Бізде әр қатарда 6 столбик қосылып отырады. Әр қатары сайын 6 столбик қосылу керек. Міне, бірінші қатар 6 столбик, екінші қатар 12 столбик алып алдық. Үшінші қатар 18 столбик. Столбик без накида әдісі, яғни 24 столбик аласыздар. Ол жерде 2 столбиктен, міне, өз беттеріңізше тоқсаңыздар болады. Ол жерден 2 столбиктен 1 рет аласыздар, ал 3 столбиктен 2 рет аласыздар. Міне.
келесі столбиктен бір столбик. Келесі столбиктен дәл солай кете береді. Келесі столбиктерден біреу, сол екеуінен біреу алған соң, келесі столбиктен екі накид. Осылай аласыздар. Ал 5-ші қатарда 3 столбиктен, ал 4-ші столбикке келгенде екеу аласыздар, бір столбиктен. Дәл солай тағы да үшеуінен біреу, ал 4-шісінен екеу. Дәл солай үшеуінен біреу, 4-шісіне келгенде екеу. Дәл солай кете береді. Яғни мынау 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші болса, міне 4-ші столбиктен, келесі 8-ші столбиктен, келесі 9, 10, 11, 12-ші столбиктен 2 рет алып отырасыздар. 6-ші қатарда дәл солай кетеді. 1-ші 4 столбик тоқып аласыздар. 5-ші столбикке келгенде 2 рет. 4 столбик тоқисыздар. 5-ші столбикке келгенде 2 рет. 4 столбик тоқисыздар. 5-ші столбикке келгенде 2 рет. 6-ші қатарды дәл солай соңына дейін тоқисыздар. 7-ші қатарға келгенде 1, 2, 3, 4, 5 қатар, 5 столбик біреуден алып тоқып аласыздар. 6-шысына келгенде 2 рет. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 5-шісіне бесеуінен біреу аласыздар. Ал 6-шысына келгенде екеу. 1, 2, 3, 4, 5, бесеу іліп аласыздар. 6-шысына келгенде екеу. Дәл солай қатардың соңына дейін жалғасады. Дәл солай 42 столбик шығу керек. Содан соң аяғын тоқимыз. Осы жерге дейін өз беттеріңізше тоқыңыздар. Тоқылу жолы дәл жаңа көрсеткенімдей болады. Ал өз беттеріңізше тоқыңыздар. Содан соң аяғын тоқитын боламыз. Содан соң көйлегіне жіп қосамыз. Содан соң бізде қысқарту басталады. Қарын бөлігі тоқылып. Ал осы 42 столбик шыққанға дейін өз беттеріңізше тоқыңыздар. Келесісін бірге тоқимыз. 42 накид шыққаннан кейін міне осылай шығу керек. Енді біз аяғын қосатын боламыз. Білеміз. Енді аяғын қосамыз. Жасаған дұрыс болады. Үшін міне осылай өрімдері көрініп тұр ғой. Сол жерден кіргізіп аламыз. Жақта столбигімізден кіргізіп аламыз. Осылай ілмекті аламыз. Бірге қосып тоқимыз. Келесі столбиктен дәл осылай бірге тоқылып жатқанына мән беріңіздер. Қарама-қарсы бетке аяғын орналастыруымыз керек. Белгілеп алсаңыздар болады. Сол жерге дейін еш өзгеріссіз тоқимыз. Болмайды. Соң аяғын қосады екенбіз.
сол дәл қарама қарсы бетін белгілеп алыңыздар. Сол жерден қосатын боласыздар. Екінші аяғымыз. Мынау аяғы екен. Бастырып алмаңыздар. Және де мынау осы жағын, аяғын, қалай десем болады. Алдыңғы беті осылай тұрған беті болады аяқтың. Тоқимыз. Қалып, столбиктен бірдей қылып, екеуін бірге қосып іліп шығамыз. Дейін еш өзгеріссіз тоқылады. Енді біз аяқ киім деппін ғой. Енді біз аюдың көйлегінің түсіне өзгертетін боламыз. Жіпті кесіп аламыз. Егер де түсін ауыстырмайтын болсаңыздар, жалғастырып кете берсеңіздер болады. Ал түсін өзгертемін десеңіздер, осы жерде тоқтап, басқа түспен тоқитын боласыздар. Жалғастыратын болам. Осы жерден жалғастырамыз. Егеді ғой, біз тағы да 6 столбик қосатын боламыз. Ол үшін әр 6 столбик бірінші ауада іліп аламыз. 6 столбик без накида іліп аламыз. 6 столбик іліп алғанымыз мүмкін. 3, 4, 5, 6. 6 столбик іліп алдық. Әр 7-ші столбиктен 2 іліп отырамыз. Столбик іліп аламыз. 7-ші столбик 2 ілеміз. Екі рет. Екі рет. Екі рет ілеміз. Қырық 48 шығу керек. Соны санап шығыңыздар.
сіздер 3 қатар дәл осылай 3 қатар еш өзгеріссіз тоқыңыздар. Бұл 9-шы, 11-ші, 9-шы, 10-шы, 11-ші 3 қатар өзгеріссіз тоқсаңыздар, 12-ші қатарда біз қысқартамыз. Сол үшін 3 қатар дәл осылай әрқайсысынан біреу алып шығасыздар. Осылай. Ешқандай қосу да, қысқарту да болмайды. Еш өзгеріссіз іліп шығыңыздар. Осылай шығу керек. Ешқандай қоспай, ешқандай қоспайсыздар. 3 қатар солай тоқисыздар. Енді 48 столбик шығу керек. Енді бізде қысқарту басталады. Қарын бөлігін қысқартып, енді денесін шығарамыз. Ол үшін бірінші қысқартуымыз, бірінші 6 столбик тоқып аламыз. Алдық. Енді 7-ші, 8-ші столбикті осылай қосып тоқимыз. Қысқарту басталады. Тағы да сіздерге көрсетіп кетейін. Да болады. Аламыз, аяқтамаймыз. 8-ші столбиктен осылай іліп аламыз. Екеуін бірге қосып аламыз. Бұл бірінші қысқартуымыз. Тағы да 6 столбик тоқып аламыз. Сегізінші столбикті осылай бірге қосып тоқимыз. Тағы да дәл солай 6 столбик тоқып аламыз. Сегізінші столбикті қосып тоқимыз. Тағы да 6 столбик тоқып аламыз. Столбикті қосып тоқимыз. Қатардың соңына дейін дәл солай қысқартасыздар. Содан соң біз келесі қатарды тоқимыз. 13-ші қатар, бұл жерде де қысқарту болады. Жаңа 6 столбиктен кейін қысқартсақ, енді әр 5 столбик бірінші тоқып аламыз. Бірінші столбикті алып қойдым. Екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші столбикті дәл жаңағыдай қосып біріктіріп тоқимыз. Қысқарту болады бұл жерде де. Екеуін біріктіріп, тағы да 5 столбик іліп аламыз. Одан соң қысқарту болады тағы да. 6-шы, 7-ші столбиктерді осылай біріктіріп тоқып аламыз. Қатардың соңына дейін дәл солай тоқылады. 13-ші қатарымыз аяқталды. Енді 14-ші қатарымыз. Бұл жерде дәл жаңағыдай 4 столбикті тоқып аламыз. 1, 2, 3, 6-шы столбикті бірге тоқып аламыз. Бұл жерде де қысқарту. Тағы да 4 столбик тоқимыз. Алтыншы столбикті осылай қосып, алып қысқартамыз. Дәл солай осы қатардың соңына дейін қысқартатын боламыз. Қатарымыз айнала 30 столбик шығу керек. Санап отырыңыздар. Біз 14-ші қатарды тоқып болдық. Енді 15-ші, 16-ші, 17-ші қатар еш өзгеріссіз тоқылады. Ешқандай қысқарту болмайды. Әр столбикті еш өзгеріссіз жай іліп шығасыздар. 3 қатарды өз беттеріңізше іліп шығыңыздар. 15-ші, 16-ші, 17-ші қатарды ешқандай өзгеріссіз іліп шығыңыздар. Содан соң қолын тоқитын боламыз.
ешқандай өзгеріссіз іліп шығыңыздар, содан соң кездесеміз. іліп алдық. Осылай шығып келе жатыр, міне. Қарны, денесі, кейін көйлекті олай әдемі етіп етегін тоқитын боламыз, ол бірақ аяқтағаннан кейін. Енді тағы да қысқарту болады. Енді біз 3 столбик іліп аламыз. Қысқарту басталады тағы да. 4-ші, 5-ші столбиктерді біріктіріп тоқитын боламыз. Тағы да 3 столбик іліп аламыз. Қатардың соңына дейін дәл солай жалғастырыңыздар. 1-ші, 2-ші, 3-ші столбик тоқып аламыз. 4-ші, 5-ші столбик қосып аламыз. Дәл солай қатардың соңына дейін жалғасады. Енді бұл қатарда қолын қосып тоқитын боламыз. Жіңішкеріп келе жатыр. Біз наполнительді қосып алуымыз керек. Енді осы жерде төменгі жағына салып қойыңыздар. Кейін аяқтаған соң толтырамыз. Ал қатты толып кетсе, мынау тоқыған кезде зиян келтіруі мүмкін. Қараңыздар, келіп қалды. Қолын дәл аяғының жоғарғы жағынан қосасыздар. Міне, осы жерден қосады екенбіз. Оған дейін 5 столбик тоқып алады екенбіз. Аламыз, 5 столбик іліп алдық. Міне, қолы мен аяғының мынау алдыңғы жағы осылай дөңгеленіп тұрады, сол жағын тауып алыңыздар. Қолы, аяғы басқа жаққа қарап тұрмасын. Сол жеріне мән беріңіздер. Дәл аяғын қосқан сияқты қосып аламыз. Қосып бірге тоқып аламыз. Аяқтың жоғарғы жағынан тоқимыз. Енді дәл сол жерден аяқпен қол. Енді соңғы қатар қалды, денесінің көтеріп аламыз.
ауада. Енді 2 столбик тоқимыз. Қысқарту болады. Тағы да 2 столбик тоқимыз. Тағы да бізде қысқарту. Тоқып аламыз. Іліп аламыз. Қысқартамыз. Қосып аламыз. Міне денесі аяқталды. Бұл жерде денесін аяқтадық. Бөлек тоқып бірге қосып тігетін боламыз. Наполнительмен жақсылап ішін толтырып алыңыздар. Көйлегінің етегін кейін тоқитын боламыз. Оны кейін көрсетемін. Ал бізде денесі дайын болды. Енді басын тоқимыз. Басын, көзін тігеміз. Содан соң ойыншығымыз да дайын болады. Енді басын тоқуға кірісеміз. Денесін тоқып болған едік. Енді басын тоқимыз. Тағы да кольцо амигуруми. Осылай. Уже үйреніп алған шығарсыздар. Тоқып аламыз. 6 рет ілеміз, яғни. Мен бұл жерде тездеу көрсетіп жатырмын. Уже қолдарыңыз үйреніп қалған болуы мүмкін. Аяғы, денесін тоқығанда. Ауада 2 рет ілеміз. Әрқайсысы қатарда 6 столбик қосылып отырады. Бірінші қатарда әрқайсысынан 2 рет ілеміз. Несін тоқылғандай кетеді. Енді сәл өзгерек болады ғой. Неған жерінде. Қазір сіздерге қалай тоқитын, неше рет алатындарыңызды көрсетемін. Солай өз беттеріңізше тоқисыздар. Қысқартатын, көзін қоятын жерде мен сіздерге айтатын боламын. Енді біріктіріп аламыз. Бұл жерде 12 шықты. Үшінші қатарда бірінші қатарда 6 болды, екінші қатарда 12. Үшінші қатарымызда 18, төртінші қатарда 24 столбик, бесінші қатарда 30, алтыншы қатарда 36 столбик, жетінші қатарда 42 столбик, сегізінші қатарда 48 столбик, тоғызыншы қатарда 54 столбик. Осы жерге дейін тоқисыздар. Тоғыз қатар тоқыңыздар, яғни әр қатарда 6 столбик қосылып тұру керек. Міне біз бірінші қатарда әр қайсысынан 2 алдық. Әр столбиктен 2 алдық. Енді екінші қатарда 4 столбик қосылып тұру керек. Міне біз бірінші қатарда әр қайсысынан 2 алдық. Әр столбиктен 2 алдық. Әр столбиктен 2 алдық. Енді екінші қатарда 4 столбик қосылып тұру керек. Міне біз бірінші қатарда әр қайсысынан 2 алдық. Әр столбиктен 2 алдық. Енді екінші қатарда
бірінші столбиктен екеу, келесі столбиктен біреу, кейінгі үшінші столбиктен біреу, төртінші столбиктен қателесіп кеттім. Бірінші столбиктен екеу, екінші столбиктен біреу, үшінші столбиктен екеу, төртінші столбиктен біреу. Дәл солай қатардың соңына дейін тоғисыздар. Содан соң ауада көтеріп аласыздар. Үшінші қатарды бастайсыздар. Бірінші столбиктен екеу, келесі екі столбиктен біреу, содан соң екеу. Дәл солай кете береді. Төртінші қатарда үш столбик тоқып аласыздар да, әр төртінші столбикте екі рет. Әр төртінші столбиктен екі рет іліп аласыздар. Бесінші қатар төрт рет бір рет аласыздар. Ал бесінші столбикке келгенде екі рет іліп аласыздар. Алтыншы қатарда бес столбиктен, яғни бес столбиктен бір рет аласыздар. Әр алтыншы столбиктен екі рет тоқисыздар. Жетінші қатарда алты столбиктен бір рет іліп аласыздар. Әр жетінші столбиктен екі рет. Сегізінші столбикте жеті столбиктен бір рет. Әр сегізінші столбиктен екі рет. Бұл қатардың соңына дейін жалғасады. Дәл солай тоғызыншы қатарда сегіз столбиктен бір рет іліп аласыздар. Әр тоғызыншы столбиктен екі рет. Қатардың соңына дейін дәл солай жалғасады. Мына жерде мысалы үшін 5 ілмек іліп аласыздар да, содан кейінгі алтыншы столбиктен екі рет, тағы да 5 столбик 6 рет жалғасу керек. Әр қатарда мысалы үшін 6 столбик қосылу керек. Осының бәрінде әр қатарға 6 столбик қосылу керек. 54 шыққанша тоқисыздар. Дәл солай дөңгеленіп әдемі шығу керек. Бірінші ауада көтеріп аласыздар. Үшінші қатар. Содан кейінгі столбиктен бір рет. Бір рет іліп аламыз. Екі рет ілеміз. Бір рет. Төртінші қатарда екі столбиктен бір рет ілеміз де, келесінен екі рет іліп дәл солай жалғасады. Қосуды біліп алған боларсыздар. Осылай болады қысқаша. Ал 54 столбик шыққанша өз беттеріңізбен тоқыңыздар. Содан соң көрсетемін. Тоқып болсаңыздар. Елу төрт столбик шығу керек. Столбиктеріңіздің саны. Біз 9-шы қатарды 54 столбик тоқып болсаңыздар, тағы да 3 қатар еш өзгеріссіз тоқылады. Жаңа қостық қой. Енді 3 қатарды ешқандай өзгеріссіз, бұл дәл ортасы басымыздың, ешқандай қосу, алу, қысқарту болмайды. Еш өзгеріссіз 3 қатарды іліп шығасыздар. Дәл осылай. Еш өзгеріссіз әр столбиктен бір ілмектен алып, 3 столбик тоқып болған соң бізде қысқарту басталады. Көзінде қоятын боламыз. 3 қатар тоқыңыздар, содан соң қысқартамыз.
болған соң көзін орналастырамыз. Ана 3 қатар тоқыдық қой, соны 3-ші қатарға орналастырғанымыз дұрыс болатын сияқты. Екі көздің арасын 4 столбик қойсаңыздар болады. 1, 2, 3, 4. Не. Де артын қыстырып қоятын болады. Бірақ көзін мұқият қоймастан бұрын асықпаңыздар бұны қоюға. Егер дұрыс қоймасаңыздар, шешу қиынырақ болады. Осылай көзін кіргізіп аламыз. Қысқарту болады. Орналастырдым көзді. Енді бізде қысқарту болады. Жеті столбик тоқиды екенбіз. Содан соң 8-ші, 9-ші столбиктерді бірге қосып тоқиды екенбіз. Осылай. Қолдық, енді 8-ші, 9-ші столбикті осылай қосып тоқитын боламыз. Ол үшін столбиктен осылай ілмегімізді осылай кіргізіп аламыз. Аяқтамаймыз. Келесі столбиктен кіргізіп ілмегімізді осылай шығарып аламыз. Екеуін бірге осылай қосып тоқитын боламыз. Дәл солай тағы да 7 столбик, 7 ілмегі алып, келесі 8-ші, 9-ші қатарды осылай бірге қосып тоқимыз. Қалған қатарлар осы дәл солай кетеді. Біз бұл қатарда 7 столбиктен соң ілдік қостық қой, қысқарттық қой. Енді келесі қатарда 6 ілмек іліп аламыз. Содан соң 7-ші, 8-ші, әр 7-ші, 8-ші, әр 7-8-ші столбиктерді біріктіреміз. Қысқартамыз, яғни келесі қатарда 5 ілмек ілеміз. Әр 6-шы, 7-ші столбикті біріктіріп тоқимыз, қысқартамыз. Бұл қатарда да сол 4 столбик тоқимыз. 5-ші, 6-шы столбиктер қосып тоқимыз. Осыларға керек емес. 3-ші қатарда 3 столбик тоқимыз да, содан соң убавление болады, яғни қысқартып отырамыз. Бұл жерде 5-ші, 4-ші столбиктерді біріктіріп тоқимыз. Біріктіреміз. Содан соң ең соңғы қатарда 2 столбик тоқимыз. 3-ші, 4-ші столбиктер бірге тоқылады, бірге болады. Дәл осылай жалғасады. Денесін қысқартқан сияқты осылай қысқартып отырасыздар. Бұл жерде әр 4-ші столбиктен кейін убавление, яғни қысқарту. Бірінші әр 7-ші столбиктен кейін қысқартасыздар, кейін әр 6-ші столбиктен кейін қысқартасыздар, әр 5-ші столбиктен кейін қысқартасыздар, әр 4-ші столбиктен кейін, әр 3-ші столбиктен кейін, әр 2-ші столбиктен кейін қысқартып отырасыздар. Бұл жерде көрсетіп қойғам. Әр 6-ші столбиктен соң, 5-ші столбиктен соң қысқарту, 4-ші столбиктен соң қысқарту, 3-ші столбиктен соң қысқарту, 2-ші столбиктен кейін қысқарту. Бұл жерде енді басы аяқталады. Содан соң тігетін боламыз. Бірінші көз, құлақтарын қойып аламыз, содан соң тігеміз. Мен ішін толтырып алдым, наполнительмен жақсылап толтырып аласыздар. Осылай шығады. Қазір енді мұрны, құлақтары,
Қазір енді мұрны, құлақтары болмаған соң онша ұқсамай тұр. Қарнына да жақсылап толтырып алыңыздар. Мен әлі дұрыстап толтырмағым. Енді толтыратын боламын. Бірінші көз нелерін тоқып алуымыз керек. Осылай әзір ұқсамай тұр, бірақ аяқтаған соң ұқсайтын болады. Құлағын тоқуды көрсететін боламын. Алып аламыз бұл жерде де. Іліп аламыз. Әрқайсысынан екеу іліп шығамыз. Сіз ауада 2 рет ілеміз. Бұл қатарда ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Екі қатар тоқимыз. Сонымен құлағы дайын болады. Екі қатар емес, бір қатар тоқып алсаңыздар да болады екен. Жаңа екі қатар дегеннен бір қатардың өзіне осындай әдемі шықты. Жіпті жақсылап байлап алып қырқып жібереміз. Құлағы осымен аяқталды. Үш қатар тоқыдым. 12 столбик шығарып, 5 қатар тоқылады екен. Енді аяқтаймыз. Жаңа қолын, аяғын бекітіп аяқтаған сияқты құлағынды дәл солай аяқтаймыз. Осылай тек сыртқы бөлігіндегі жіптерді бір-біріне біріктіріп тоқып аламыз. Сыртқы бөлігінен тек. Қалпақты, бұл екінші қалпақ деп ғой, екінші құлағын тоқисыздар. Тігетін боламыз. Мұрын, аузы, мұрын бөлігін тоқып көрсетемін. Дәл жаңағыдай. Амигуруми жүзікшесін алып, 6 столбик іліп аламыз.
6 столбиктен кейін. Бөліп шығамыз. Кезінде қосып аламыз. Бірінші соңғы столбикті осылай біріктіріп аламыз. Үшінші қатарды оқимыз. Ол үшін бірінші столбиктен 2 рет, одан келесі столбигімізден 1 рет, келесі столбигімізден 2 рет, келесі столбигімізден 1 рет, одан соң 2 рет ілеміз. Бір рет қатарды дәл солай аяқтаймыз. 1 рет через қылып 1 рет оқимыз и 2 рет. Одан соң 2 столбик. Қатарымыз аяқталып 18 шығу керек. Нәтижесінде тағы бір қатар айналдырып тоқып аламыз. Сонымен мұрнымыз дайын болады. Енді бұған мұрын бөлігін және аузын тігетін боламыз. Қазір көрсетемін оны тігуді. Енді бізге мұрын тігу үшін енді мұрнын тігін құлағын дәл осылай екінші құлақты оқисыздар. Соны тігіп жатырмыз. Қазір көрсетемін. Міне. Міне. Тігетіміз. Қазір.
есі шығып келді жатыр. Ал мынамен әдемі болады. Тексерсеңіздер болады. Мен қыз істеп көйлек тігемін деген едім, бірақ осы меніңше ұл бала аю болған дұрыс сияқты. Көйлегін кейін көрсететін боламын. Егер де қыз бала қылып істейтін болсаңыздар, көйлек тоқуды. Ұл бала аю болып қала берсін. Меніңше ұл балаға келетін сияқты. Көйлек тоқудың жолын кейін көрсетемін. Міне осылай тігесіздер, құлағын, мұрнын тігу жолын көрсетемін немесе. Сонымен аяқталды мастер-классымыз. Осылай қара жіппен аюдың бейнесі. Мұрнын тігеміз енді. Бас бөлігін.